Жаңа жылды бәріміз берекелі дастарханмен қарсы аламыз. Сол дастарханның төрінде қазақтың ұлттық асы бешбармақ міндетті түрде болуы қажет. Жалпы әр маңызды мерекені дәл осы аспен қарсы алғандықтан, мен ең алдымен қазыларды тесіп, шпажкаларды қадап шығамын. Әрине піскенде қазылар жарылып кетпес үшін. Қазанға балғын етпен сүрленген ет жаямен қазыны салып, суын молынан толтырып, пиязын екіге бөліп саламын да, қайнаған соң көбігін аламын. 3 сағат бойы баяу отта жұмсарып піскен дайын еттерді бөлек алып, тобын салып, пиязын ұсақтап тураймын да дәл сол сорпадан үстіне қойып, жарты сағат бетін жауып қоямын. Сосын алып, тағы да қайтара сорпаға құямын. Дәл осылай істейтін кез келген келіншектің бешбармағы өте дәмді болып шығады. Сорпадағы майдың барлығын пияздың үстіне құйып алып, маңызды той жиында езілмей, жыртылмай, керісінше жылтырап пісетін кеммейдің бешбармақ кеспелерін осылай легенмен өлшеп саламын. Қолда жайылғандай болып пісу үшін міндетті түрде баяу отта 15 минуттай қайнату қажет. Қамыр дайын болғанша етімді де турап аламын. Ал қартаны мен үнемі бөлек қайнатамын. Астауға ең алдымен сорпаның майынан молынан құямын. Үстінен жылтырап піскен дайын қамырдан саламын. Тағы да пияздағы майдан құйып, қамырлар бір-біріне бірігіп жабыспас үшін жыртып алмай, мұжып алмай өте жеңіл әрекеттермен қамырды осылай араластырамын. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Енді үстін етпен толтырып, қазы мен қарта жаясын бірдей кесіп, пиязбен толтырып, жаңа жылды қазақи дастарханмен қарсы аламыз.